Selam dostlar. Bol Mark TV kanalında. Bugün sizlerle Free Fire'ın қалай ойнау керек екенін, қалай жарайды. Біз өзіміз соло ойнай берейік. Солода көбінесе боттар болады, боттар. Боттар ғана болады. Боттардың кіші арасында көп адамдар болады. Көп адамдар емес, боттар ең көп. Боттар болады. Отрядпен де бүкіл адам, наведенті адам. Ал чистилищеде отрядпен, дуомен ойнасаңыздар да ол жерде боттар ғана болады. Мен бірінші орында тұрмын. Свет ұстамай қалды. 67 пайызын жарық сияқтысын көз қояқ. Міне бірінші орында тұрмын мен. Mine yeniden түсіне бастады. Енді 93 медалім бар. Боттар үнем 29 берген медалімен отырады. Оларға одан басқа аспайды боттар. Қазір енді ойнап жүреміз, көреміз. Бұл Free Fire'да промокодтар өте көп. Free Fire'да неше түрлі промокод бар, енді соның бәрі енді уақыттары біткеннен шығар. Енді скоро новый промокод шығады, оны тек Жаба деген каналдан көре аласыздар, Жабаның. Сол жерде промокодтардың бәрін сол жерде айтады. Bizga zavod soatida odamlar ketishar tasviri. Mana bunday zavod.
Міне мұны жердің бәріне шығуға болады, иккада баруға болады, бірақ бармаймыз ол жаққа. Өйткені адам көп өлтіргілеріңіз келсе, боттар сразу прыжок деген сөз шыққан кезде тез секіре салады олар. Сол кезде секіріп кету керек. Сол кезде ғана адам көп өлтіруге шанс болады. Міне третий шлем. Мына спас деген дробовик. Көріп бұл спас. Мына юнтик таба алайық. Енді бір броня тауысам, ол жеткілікті болса патроны ғана жүрміз. Жоқ, енді юнтикті ауыстырамыз. Юнтикті ауыстырамыз. Мақсатпен салады. Жүзіп аламыз. Міне. Міне мынау бита деп аталады. Бұл битамен анда төлтіруге бәрінде болады. Егер броня табылса, мында третий броня жатыр екен. Жақсы сәтті. Енді осылармен ғана жүреміз. Кеттік ал. Атысқанға кеттік. Қас көрейік. Нашта машиналар тұратын, жоқта машиналар жоқ екен. Мынандайды жеу керек. Обязательно бұлар немене керек. Жизнь азайғыңыз аптечканың орнына қолданып, бірақ олар жайты болады. Егер жизніңіз азайса, олар өзіңіз сарылар азайып, жизніңіз көбейе беретін болады, бірақ олар біртіндеп ақырындап толады. Сонда да аптечка болу қажет. Алып алу керек. Неше адамдар жүрек бағасы көрейік, боттар ғана жүріп қалуы мүмкін. Боттар ошақтарда көбінесе ошақтарда жүріп боттар. Ай, сет ұстамай қалды енді. Сет енді ұстайын деп жатыр, бірақ достар тыныстап қалды. Жоқ. Болмайды. Ойындаманы берген сет ұстамайды. Что-то сет ұстамайды. Сет вообще ұстап атқан жоқ менде. Енді ұстады міне. Рикшам бір жаман ақырын жүреді. Бұл жаман сондай. Нашта мені қырылыс болып, нашта адамдар атысып отыр. Бот екені көрініп тұр.
Осылай секіріп жүру керек негізі. Секіріп жүрсеңіз оқта тимейді. Енді оқ тигенде тиеді ғой, бірақ онша көп тимейді да. Ақырындап жайлап қана тиеді. Міне көрдіңіз бе, жаңағы тигім азайды, көбейеді. Міне боттар осылай. Өзіммен беймақсатқа кетсем, алдадан боттармыз, көрдіңіздер. Жаңа сары жоқ кетті. Адамдар қажымдықты. Не етеді. Не кетіп бәді. Көрдіңіздер ма, осылай Free Fire'ды осылай ойнайды кейінгі жылдары. Free Fire амалинесі өте күшті болып баратыр. Білбасаңызда. Free Fire'дың амалинесі өте күшті. Новый автомат, дейсіз бе, бәрі шығып жатыр. Міне бір адам наблюдет етіп отыр, мен наблюдет етіп отыр. Тепловой прицелді алған жақсы. Тепловой прицелдегі мен мынандай кетті. Алыстан бүкіл адамдардың бәрі қып-қыз болып көрсетеді. Міне бір адам кетіп жатыр. Боттарды атсаңыз, олар сізге тиіледі. Олар бірінші боттарды атып, егер сіз оларды көріп қойып ататын болсаңыз, олар қаша береді. Боттар солай сол арқылы білуге болады. Мына жақта біреу бар міне. Сөйтіп бастан көздейміз. Там. Бастан көзінде болса. Емдеріп аламыз. Осылай емдеріп аламыз. Аштағы аэродроп бар екен. Аэродропқа тартамыз. Қазір мына жерде бірін жеп берген алайық. Зона міне мен денджердің ортасына кетіп болай қардай шығайық. Денджердің ортасында жүруге болмайды. Жүресеңіздер болады, бірақ енді кейде жарып кетуі мүмкін, кейде жарып мүмкін. Жүре бересіздер да. Бірақ сонда да мен үшін қауіпті, сіздер үшін білмеймін енді. Қауіпті ма, қауіпті емес па? Баяғыда барамыз, және аэродроп тұр. Қалай басқа екен оған денджердің ортасына кіре алмаймын мен. Мен көрдім, жарылған дауыс естіліп жатыр. Бейдер емдеріп аламыз. Аэродроптың үстінде не бар екен көрейік қазір. Дровой, ведьма, Мади.
Көрейік. Жоқ, глушитель бар екен, глушительді алтын алып тағы боламыз. Глушитель күшті негізші. Мына жаққа қарап бағымыз өрегенді. Дрон жүр, міне Бимасаки жақта. Дронды көре аламыз. Қазір міне найға кіріп отырып аламыз. Бәрін қырамыз. Міне былай жүреміз. Мына жер пик деп аталады, пикте адам өте көп болады негізші. Баста көтіскен бірақ ода отряд қойсаң адам көп болады да, бұлай көп болмайды. Боттар енді аз болады да. Басында құда айтып кеткен дейді, боттар аз болады. Боттар және сізді бірінші көріп қояды да. Көрейік қане. Ешкім жоқ, міне көріңіздер ғой, көз қызыл болып жанады, басып көреміз. Адам көрінген кезде қып-қызыл болып жанады. Бәрде барайық. Баны өздеріңіз көрген дейді. Қамбашта бір адам бар екен. Қаз көреміз. Оның артында жоқ. Оның артында. Насты екеуі нашты біреу. Машинамен жүріп ойды менің ойымша ше. Қайда? Жоқ, сет ұстамай қалды. Енді сет ұстады міне. Хорошо, сет ұстады міне. Жоқ, боттар. Мәне мына жақтардан қалған аэродропқа қарата барайық. Аэродропта адамдар өте көп болуы мүмкін. Менің ойымша да мына машинаға отырып алған жақсы негізі. Уж 5 адам қалды, мені қоспағанда, мені қосқанда 6 адам қалыпты. Көрдіңіздер ғой. Кейбіреу ойлап қалады, сөзді. Сондай 6 адам өзін есептемейді, олар кейбіреу. Өздері қалып қояды. Өздері ойлайды да. Адамдар қағамыз қазір. Міне енді 4 адам көрсеткен. Бірінші орын менікі. Опа. Сейчас подождите. Қағыз көрсетіңіздер. Бізді тауып алайық. Әне біреуді. Көріңіздер.
Даже баяғыдан бар менің көпші. Гранатометтің олығы жоқ осыларды бір жаман. Кейбір боттарды қарасаң алып от, бірақ соның өзінде де білемін. Менің жүрегім өкпейді. Бірінші орын менікі. Тың-тың. Міне, да! 17 адам өлтірдік. Міне 17 адам өлтірдік. Ал достар, осымен бәрін не давайте Морков ТВ каналына тіркеуді ұмытпаңдар. Әрдайым әртүрлі промокодтардың бәрін салып тұрамын. Уайымдамаңыздар. Сау болыңыздар.